Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен мерекелік дастарханға арналған дәмі өте керемет болып шығатын гнездо салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 картофелімізді жуып аршып, осындай корей теркісіне өткізіп аламыз. Теркадан өткізген кезде қолдарыңызда байлаңыздар. Қалғандарында дәл солай өткізіп аламыз. Бәрін өткізіп болған соң, суық суға бір рет шайқап аламыз. Шайқап осылай сорғытып аламыз. Табамызға майымызды құйып қыздырып, қызған-қызбаған шпажкамен тексеріп, осылай аз-аздан картофелімізді салып қуырамыз. Аз-аздан қуырсаңыздар, әдемі қызарып қуырылатын болады. Бірден осылай сорғытып, қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сонда артық майлары сіңіп кетеді. Қалғандарында дәл осы видеодағыдай қуырып аламыз. Ендігі кезекте үлкенірек бір қиярымызды осылай соломка қылып жуып тураймыз. 2 жұмыртқамызды суға қайнатып, сыртын ашып, осылай соломка қылып тураймыз. Қиярымыздың жанына қосып саламыз. 2 маринадталған қиярымызды да соломка қылып тураймыз. Тұздалған қияр пайдалансаңыздар болады, бірақ салатқа тұз салған кезде ескергендеріңіз жөн, тұзы өтіп кетпеу қажет. Оны да бірден салатымызға қосамыз. Ендігі кезекте копченый тауығымызды жұқа қылып соломка қылып тураймыз. Оны да салатымызға саламыз. Консервіленген жүгерімізді қосамыз және майонез саламыз. Мен тұз қостым. Себебі менде тұзы салаттың аз болды. Бәрін жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға саламыз. Және бетіне әдемілеп картофель пайымызды сеуіп шығамыз. Әдемілік үшін петрушкадан жуып, үстіне әдемілеп айландырып, және 2 бөтененің жұмыртқасын пісіріп қойып шықтым. Дәмі өте керемет салат, дайындап көруге кеңес берем. Сіздерге және сіздің жанұяңызға міндетті түрде ұнайтын салат. Менің арнамда бұдан да басқа мерекелік дастарханға арналған дәмді салаттардың рецептері бар. Рецептерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі мерекелік дастарханға арналған салаттардың рецептерімен бөлісетін болам. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.